Армысыңдар қымбатты көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі әңгімемізде 25 жастағы жас келіншек 50-ден асқан азаматқа қалай тұрмысқа шыққаны туралы баяндап беремін. 25 жасында екі баламен далада қалып, не ата-анам, не құрбыларым кіргізбей 50 жастағы азаматқа тұрмысқа шығамын деп ойламадым. Жолдасымен 19 жасында қосылғам. Ата-енеммен тұрдым. Ата-енем жақсы адамдар еді. Ешқашан мені ренжіткен емес. Жолдасым ойынға әуес болып, мені ұрып-соғып үйдегі затты тасып сатып арқарай тұру мүмкін болмады. Сол күндер қазір түс секілді көрінеді. Жастықтың албырт шағында махаббатқа сеніп, 19-ымда отау құрдым. Ата-енемнің шаңырағында тұрдым. Олар жүрегі жұмсақ, пейілі кең жандар еді, маған ешқашан ауыр сөз айтып қабақ шытқан емес. Бірақ тағдырдың сынағы басқа тұстан келді. Жолдасым ойым құмарлыққа салынып, үйдің берекесін қашырды. Қол көтеріп, үйдегі бар дүниені сатып, ақыры түтін түтетіп отыру мүмкін болмай қалды. Бір күні ашу үстінде жағымды сындырған сәтте ішімдегі бар намысым оянды. Болды. Мен әке-шешем біреудің ойыншығы болсын деп дүниеге әкелген жоқ деп өз-өзіме серт бердім. Үйленгенде алып келген жасауыма да қарамай, барын тастап, тек киім-кешегімді және 3 баламды жетектеп, көрші ауылдағы ата-анамның үйіне тарттым. Әкемнің қабағы қату еді. Қайтып келген қыз жаман деген ескі сөздің салмағын алға тартты. Ертең ел жұрт, ағайын туыс не дейді деген ой оны қысып тұрғанын сездім. Қолына бар болғаны 50 000 теңге ұстатты да. Басқа берерім жоқ. Қалаға кетіп өміріңді өзің ретте деді. Бір күн өтпей жатып төрінен орын таба алмай, сыртқа бет алғандай болдым. Үйдегілер де әкемнің сөзінен аса алмады. Солайша 25 жасымда 3 баламен тағдырдың тар жолына жалғыз түстім. 2 ұлыммен Таразға келіп, жақын маңдағы столовыйға тамақ ішіп, күш жинап алып, пәтер іздей бастадым. Қолымда ақшам аз, тұтастай үй емес, пәтер іздей бастадым. Көбі алмады, баласы жоқ, немесе студенттер керек деп. Енді еңсем түсіп жылағым келіп отырғанымда тағы бір объявлениеге звондап едім. Бір ер адам жауап берді. Сол үйді көруге бардық. 3 бөлмелі үлкен жер үй екен. Бір бөлмесін бізге 35 000-ға берді. Негізгі бағасы 40 000 екен. Бізге аздап түсірді. Көшіп орналастық, мен дүкенге сатушы болып жұмысқа кірдім. 2 ұлымды мектеп пен садикке орналастырдық. Арада жарты жыл қалай өтіп кеткенін байқамай қалдық. Үй иесі Болатбек ағамен көшіп келген күннен бастап қамқорлық танытып, барлық жағынан көмектесіп жүретін. Бір күні кешкісін 2 пакет тәтті сыйлықтарын, маған подаркасын алып сөз салғаны бар. Мен жасы үлкен, кәрі ғой деп бір сәтте ойланбадым. 2 баламен ешқандай поддержкасыз далада қалғанда үйіне паналатып, пәтер ақшасын кешіктіргенде үйден қуып шықпай, ақыл кеңесін айтып отыратын нағыз ер азамат болғанын ғана көрдім. Кезінде полиция қызметінде жұмыс жасаған, қазір зейнеттегі, бойын күтіп қалған ер азамат. Олар зейнетке ерте шығады ғой, сол себепті қазіргі таңда басқа салада жұмыс жасайды. Әйелі 3 жыл бұрын ауырып дүниеден өтіпті. 2 қызы тұрмыста. Осылайша өзімнен үлкен азаматқа тұрмысқа шығып, алақанында еркелеп, бірінші отбасымнан көрмеген тәтті сезімді бастан кешіп, тыныш өмірді сүріп жатырмыз. Алда бала көтеру жоспарымызда бар. Тыңдарман қауым, сізге бақытты да баянды махаббат пен тыныштыққа толы берекелі өмір тілеймін. Қандай қиын кезеңде болсаңыз да шығар жол бар екенін ұмытпаңыздар.